Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен Асия Төрегелді. Бұл видеода 7-ші сыныптың химия пәнінен 2-ші тоқсанға арналған номер 1-ші БЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма Вен диаграммаға металдар мен бейметалдардың физикалық қасиетіне байланысты кем дегенде 3 айырмашылығы мен 1 ұқсастығын жазыңыз. Металдар металдық жылтыры бар, электр өткізгіштік жоғары, иілгіш. Ал бейметалдар жылтыр болмайды, электр өткізгіштігі төмен, морт-сынғыш келеді. Ал екеуінің ұқсастығы екеуі химиялық элементтерге жатады. Екінші тапсырма кестедегі берілген мәліметтер бойынша химиялық элементтердің атауын, атомдық массасы, атом немесе молекула екендігін, қасиеттерін анықтап, бос орындарды толтырып жазыңыз. Біріншіде сутегі деп жазылыпты. Оның атомдық массасын периодтық кестеден қараймыз. 1-ге тең. Атомы H, молекула күйінде H2, бейметал. Келесі 12 деген атомдық масса берілген. 12 ол бізде көміртегі. Атомы С, молекуласы С, бейметал. Екіншіде O2 деп молекула күйін берілген. Атауы оттегі, атомдық массасы 16, атомы О, молекуласы O2, бейметал. Келесі натрий атомы берілген. Атауы натрий, атомдық массасы 23-ке тең, молекуласы натрий, металға жатады. Келесіде бізге алюминий атауы берілген, атомдық массасы 27, атомы алюминий, молекуласы алюминий, металл. Келесіде атомдық массасы 40 берілген, кестеге қарай отырып кальций екенін тауып алдық. Атомы кальций, таңбасы молекуласы кальций, және де ол металға жатады. Өте оңай тапсырма, кестеге қарап жазып аламыз, болды. Үшінші тапсырманың А бөлімі берілген изотоптардың құрамындағы элементар бөлшектерді анықтап, кестедегі бос орындарды толтырыңыз. Көміртек және сутектің изотоптары берілді. Берілген бойынша атомдық массаларды тауып алдық. Біріншіде 14-ке тең, екіншіде 13-ке тең екен. Сосын 3-ке, сосын 2-ге. Және осы жердегі берілген бойынша протон санын жазып алдық. Протон саны негізі реттік номерге тең. Кестеге қарап жазсақ та болады. Реттік номер жазып алдық. Электрон саны ол үнемі протон санына тең болады. Протон санын электрон санына көшіріп ала саламыз. Протон саны 6-ға тең болса, электрон саны да 6-ға тең. Екіншіде де 6-ға тең, 1-ге тең, 1-ге тең, 1-ге тең. Енді бұл жердегі айырмашылық нейтрон санында болады. Жалпы изотоптардағы айырмашылық нейтрон санында болады екен. Біріншіде нейтрон саны 8-ге тең, екіншіде 7-ге, үшіншіде 2-ге, төртіншіде 1-ге тең екен. Б бөлімі бір элементтің изотоптарының арасындағы айырмашылығы мен ұқсастықтарына бір мысал келтіріңіз. Протон және электрон сандары бірдей. Нейтрон сандары бірдей емес. Мына жерден қарауымызға да болады. Протон және нейтрон сандары бірдей болып тұр. Нейтрон сандары бірдей болмайды деп тұр. Осыдан білуімізге болады екен айырмашылығын. Енді мысал ретінде мен жазып қойдым. Міне сутек 3-те 1 мұнан алдым мен. Міне протон саны 1, нейтрон саны 2, электрон саны 1. Ал 2-де 1-інде протон саны 1, нейтрон саны 1, электроны 1. Айырмашылығы міне нейтронда екен. Осы жерді думалақтап белгілеп қойайыншы. Төртінші тапсырма берілген тұжырымды оқып, артық сөзді табыңыз және себебін түсіндіріңіз. Артығын тап. Ядро құрамына протон, нейтрон, электрон кіреді. Жоқ, бұл жерде ядро құрамына протон, нейтрон, электрон кіреді. Бұл жердегі артық сөз электрон жазып қойдым. Бізде ядроның құрамына протон және нейтрон кіреді. Ал электрон есе ядроны айнала қозғалып жүреді. Себебін жазып қойдым.
протон, нейтрон, электрон элементтің реттік нөмірімен сәйкес келеді. Бұл жердегі артық сөз ол нейтрон. Себебі бізде нейтронды есептеу үшін атомдық массадан протон санын алуымыз қажет екен. Формуламен жазып қоя салдым. Протон, нейтрон оң зарядты бөлшек. Бұл жерде нейтронның заряды жоқ, бейтарап. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.